Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен танымал болып үлгерген торттардың бірі красный бархат тортын жасаймыз. Бұл тортты мастер-классқа барып үйренгенмін. Енді сіздермен соның дұрыс рецептісімен және жасалу жолымен бөліскім келеді. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең әуелі құрғақ ингредиенттерді дайындап біріктіріп аламыз. Бұл жерде бірінші сорттағы ұн, міндетті түрде барлығын осындай електен немесе ситадан өткіземіз. Келесі қопсытқыш авалетта деп аталады, кондитерлік дүкендерде сатылады. Өйткені бұл ең сапалысы. Келесі құрғақ қызыл бояу. Мейлінше осындай құрғақ бояу алған дұрыс. Бұл да кондитерлік дүкендерде сатылады. Гель тәріздісін онша ұсынбаймын, өйткені ол қатты қызыл түс бермейді. Мен осының барлығын електен өткізіп, енді осы ыдыстың өзіне жақсылап араластырып аламыз. Басқа үлкендеу ыдысымызға міндетті түрде бөлме температурасындағы жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқа салқын болмауы тиіс, және миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Әрбір 20-30 секунд сайын жылдамдықты көтеріп отырамыз. Осылай көтерілген кезде жұмыртқа бетіне көпіршіктер пайда болғанда құм шекерді қосамыз. Оны 3-4 бөлікке бөліп қосып салу керек. Сонда қанты ішінде тез ериді және жұмыртқалы массамыз 3-4 есеге дейін объем беріп көлем үлкейеді. Міне осылай көлемін үлкейтіп, ағарғанша миксерлейміз. Енді бөлме температурасындағы осындай жұмсақ сармайды қосамыз. Міндетті түрде майлығы жоғары болу керек. Менікі 82,5% закрома деп аталатын сармай. Бір қалыпты масса болғанша шамамен 15 секундтай миксерлейміз. Енді басына дайындап алған ұннан 4-5 қасық саламыз және айранның 4-тен 1 бөлігін қоямыз. Айран бөлме температурасында және майлылығы 2,5% болғаны жақсы. Мен дүкендегі осындай айранды қолданамын. Үй жағдайындағы қолдың айранын пайдалануға кеңес бермеймін, өйткені оның майлылығы жоғары және біздің сармайымыздың да процент жоғары болғандықтан сіздердің қуыныштарыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Бізде консистенциясы қою болып келетін осындай қамыр шығады. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Енді келесі алдын ала 4 немесе 5 пергамент қағазын дайындап аламыз. Менің жағдайымда 5 пергамент қағазын және әр қайсысына 4 қасықтан бірдей етіп үлестіріп салып шығамыз. Егерде осындай торт жинауға арналған кольцоңыз болса, бірденнен диаметрін 22 сантиметрге келтіріп, қамырда айналдыра жайып шығыңыз. Егерде болмаса, алдын ала пергамент қағазына сызып алуыңыз керек. Егер тортты биік емес, көлемін үлкендеу еткілеріңіз келсе, корждарды 4 пергамент қағазына бірдей жайып, 25 немесе 24 сантиметр етіп алыңыздар. Алдын ала пешті қыздыруға қоямыз және 180 градуста шамамен 10-12 минутта пісіргеміз. Піскенін таяқшамен тексеріп көріңіз, құрғақ және таза болу керек, және барлық корждарды толықтай суытамыз. Міне суыған корждарды енді кесеміз. Менің жағдайымда дәл осы жаңағы кольцоны қоямын. Осылай мен тез ыңғайлы кесіп аламын. Осылай корждардың барлығын бірдей дайындап аламыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын творожный сыр, оның үстіне сахарный пудра, яғни қант ұнтағын қосып, миксердің орташа жылдамдығында творожный сырдың іртігі жазылғанша миксерлейміз. Шамамен 30 секундтай кетуі мүмкін. Міне творожный сыр дайын, осындай бір келкі болып шығады. Енді бізге сливки керек, 34 немесе 35% сливки қолданыңыз. Ол да міндетті түрде салқын болып тұру керек, және осылай алдын ала жақсылап шайқаймыз. Түбінде қоюы тұнып қалады, соның барлығын қозғап алуымыз керек. Енді осыны құямыз және миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Бірден жоғарғы жылдамдықты басауға болмайды. Әрбір 30-40 секунд сайын миксердің жылдамдығын жоғарылатып отырамыз.
Және осы жерде айта кетейін, кремге еш уақытта да шекер қосуға болмайды, яғни қантты, өйткені ол бұл жерде ерімейді, ішінде іртік болып тұрады. Екіншіден, сливкиді морозильникке, яғни мұздатқышта сақтауға болмайды, ол кезде сіздің креміңіз іріп кетеді. Міне бізде крем уже қоюланды. Қараңыздар, өзінің формасын өте жақсы ұстайды. Міне аударған кезде ешқандай ағып төңкеріліп түспейтін плотный крем шығады. Келесі кождардың арасына жағатын пропитка дайындаймыз. Бұл жерде сүт және құмшекер екеуін жақсылап араластырып ертіп аламыз. Немесе сүт болмаса су қолдансаңыздар да болады. Кремге арналған кондитерлік мешоктың басын 1,5 сантиметрде кесіп алып, осылай банканың ішіне салсаңыздар, кремді ыңғайлы салып аласыздар. Менің жағдайымда осындай үлкен подложка, сіздер кез келген кішкентай ыңғайлы подложканы қойсаңыздар болады. Кальцияны қойып, ортасына крем жағамыз, кож қимылдап кетпеу үшін. Мына кождың тегіс бетін астына қарай орналастырамыз. Не осылай? Жақсы орналастырып, кальцияның екі жағынан кішкене жақсылап қысамыз. Егер бұл болмаса, тіпті қолданбасаңыздар да болады. Дайындап алған пропиткамызды себеміз. Кремді бір тегіс етіп айналдыра жағып, тегістейміз. Не үшін пропитка қолданады? Себебі тортты бір күнге немесе бір түнге холодильникке қойсаңыздар, торттың сыртын қаптайсыздар ғой, сол кезде кремні сырты жарылып кетуі мүмкін, бет жақтарын бар жарылып кетуі мүмкін. Себебі мына кремнің өзінің сұйықтығын кождар өзіне сіңіріп алады. Ал пропитка сепсеңіздер, кремде сол күйі тұрады, кождарыңызда бір қалыпты болып тұрады. Келесі кождардың барлығын тегіс бетін жоғары қаратып қойып, пропиткасын сеуіп, кремін жағып, осылай бір темппен жалғастыра береміз. Менде ең соңғы кож, бұнда жақсылап жан-жағын басып, кішкене пропиткасын сеуіп, қалған кремнің барлығын бетіне жағамыз. Аз крем болса да осылай бетіне бір тексетіп жағып қоямыз. Сонда қазір біз пищевой пленкамен бетін толықтай жауып, бір түнге холодильникке қоямыз. Сонда беті кеуіп кетпейді. Бірақ крем кішкене сіңуі мүмкін кожға, беті кеуіп кетпейді. Бір түн менде холодильникте тұрды, енді ақырындап кальциясынан шешіп аламын. Егер де сіздерде бұндай зат болмаса, жай ғана тура осы күйінде пищевой пленкамен қаптап, жан-жағын холодильникке сақтасаңыздар болады. Мен енді бұл торттың сыртын қаптамаймын креммен, жай ғана бетін сәндеп қоямын. Ол үшін артылып қалған кождарын блендермен езіп аламын да, щетканың көмегімен жан-жағына жеткізіп, бір тексетіп, жайып шығамын. Құрметті көрермендер, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер де сіздерге видео рецепт ұнаған болса, төменде пікір қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліңіздер. Мына жоғарыда тұрған менің Instagram парақшам. Онда күнделікті стористе, күнделікті рецепттермен бөлісемін. Сіздермен бірге болған Үрбіш.